1856 жыл. Қысқы сарай. Ресей империясының тағына 37 жастағы Александр Николаевич отырмақшы. Оның алдында әжесі Екатерина II, әкесі Николай I-ның де қолынан келмеген істі жасау жұмысы тұрды. Александр Николаевичтің жас кезіне қарайтын болсақ, ол оқуын аяқтағаннан кейін алыс саяхатқа шықты. 30.000 километр жол жүріп, Ресейдің 30 губерниясында болды. Бірінші болып Романовтар әулетінен Сібірде болды. Өзінің ақсүйектерге арналған алғашқы сөзінде Александр былай деп айтқан болатын: қазіргі таңда қалыптасқан жағдай еш өзгеріссіз тұра алмайды. Басыбайлы құқықтың күшін төменнен халықтың өзі алып тастамай тұрғанда әрекет етіп, оны жоғарыдан алып тастау қажет. Бұрынғы Ресей императорлары ақсүйек дворяндардың қарсы қимылдарынан қорыққандықтан бұндай батыл іске бара алмаған болатын. Александрдың артқа шегінер жолы болмады. 7 жылға созылған ұзақ уақыт талас-тартыстардан кейін 19 ақпанда 1861 жылы патша шаруаларды босату, яғни басыбайлы құқықты жою жөніндегі манифестке қол қойды. Реформаның негізгі ережелері: шаруалар помещиктерден сатып алуға тиіс жермен бірге босатылды. Үкімет шаруаларға субсидиялар мен ұзақ мерзімді кредит беру арқылы жәрдем берді. Шаруалар жер құнының 20%-ын, ал мемлекет 80%-ын төледі. Сатып алынған жерлер пайдаланатын жер көлемінен 30%-ға аз болып шықты. Помещиктер жерді өз бағасынан әлде қайда үлкен сомаға сатты. Шаруалар ұзақ уақытқа ел қазынасына қарыздар болып қалды. Жер былай бөлінді. Халықтың 71%-ын құрайтын 99 миллион шаруада 33 миллион десятина жер болды, ал халықтың 1,5%-ын құрайтын 1 миллион 700 мың ақсүйек дворяндарда 71,5 миллион десятина жер болды. Басыбайлы құқық жойылғаннан кейін реформалар өзі жалғасын тапты. Жаңа ел үшін жаңа басқару жүйесі қажет болды. Земдік қалалық реформалар өзін-өзі басқару органдарының құрылуына алып келді. Земство мен жергілікті думалар ауданның шаруашылық мәселелерін өздері шешті. Білім беру реформасы орта және жоғарғы білімді қолжетімді етті. Көптеген мектептер мен оқу орындары салынды. Университеттер ерекше статус пен автономия алды. Сот реформасына сәйкес, енді шыққан тегі мен табына қарамастан барлық адамдар заң алдында тең болды. Адвокаттар жүйесі енгізілді. Александр II Ресейдің көшеде қарулы әскерсіз өзі жүре алатын соңғы патша болды. Себебі аз уақыттан кейін халық еркі атты радикалды террористік ұйым пайда болды. Ұйым басшылары Софья Перовская мен Андрей Желябов патшаны өлтіру үшін қастандық жоспарын іске асыруға кірісті. 4-ші қастандық. 1879 жылы қараша айында Желябов тобы жарғышы бар минаны патша баруға тиіс Александровск қаласына баратын темір жолға қойды. Мина жарылмады. 5-ші қастандық. Перовская тобы Москва түбіндегі темір жолға мина орналастырды. Террористер бірінші болып патша қызметкерлерінің пойызы жүретінін білді. Бірақ дәл осы жолы бірінші болып патша пойызы жүрді. Қастандық іске аспады. 6-ші қастандық. Халық еркі ұйымының мүшесі Степан Халтурин қысқы сарайға жұмысқа орналасып, патша үстелі орналасқан бөлменің астындағы жертөлеге 30 килограмм динамит жинап қойған болатын. 1880 жылғы жарылыс кезінде 11 адам қаза тапты. 56 адам жарақат алды. Император бөлмесінде кешіккен қонақты күтіп алу үшін басқа жерге болу себебіне байланысты еш жарақат алмады. Патша 1 наурыз күні Михайлов манежіне бару керек болатын. Сағат 2:00-де патша каретаға отырып жолға шықты.
Инженерная көшесіне өткеннен кейін патша каретасы каналға қарай бұрылыс жасады. Карета жанында 6 казак конвойы болды. Көшеде нан салынған корзинасы бар бала жүгіріп бара жатты. Бұрылыста Александр қолында ақ орамалмен белгі беріп тұрғандай әйелді байқады. Кенеттен қолында белгісіз заты бар адам карета алдынан шыға бергенде патша қазір жарылыс болатынын түсінді. Жетінші қастандықты халық еркі ұйымының мүшесі Николай Рысаков іске асырды. Әрекет жасауға белгі берген Софья Перовская болатын. Рысаков бомбаны аяғы таю себебінен дұрыс лақтыра алмай қамауға алынған болатын. Жарылыстан 2 казак пен каретаның 3 аты мерт болды. Патша жарақат алмады. Оқиға куәгерлерінің айтуы бойынша патша жарылыстан кейін өзін сабырлы ұстады. Оған басқа көлікпен сарайға жетуге ұсыныс түскен болатын. Ол келісімін берді. Бірақ алдымен ол өзіне қастандық жасаған Рысаковқа жақындай бергенде екінші жарылыс болды. Түтін мен тұман арасынан «Помогите» деген патша дауысы естілді. Патшаны көтере бергенде оның 2 аяғының ауыр жарақат алғандығы анықталды. Екінші бомбаны жарған 25 жастағы Игнатий Клевицкий болатын. 1 сағаттан кейін патша өз сарайында қайтыс болды. Достар, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Және де есіңде болсын. Сен кереметсің.